Элдер өтө катуу жаман сөздөр жазып атат мага. И это мне причиняет боль. Ренішіңіз Нұрсұлтанның сізге қатты сөйлегені ма? Иә. Нақты қай сөзіне ренжіп отырсыз? Онго чейин менен андан кийин башка бирөөсү менен жүрөсүңбү деп айткан сөзүмдү. Менің түсінгенім бойынша сіздің ренішіңіз болып тұр. Бала саған, Перизат сен неге жертваның рөлінде болсың, келіп алып? Демалыс күндері дым болмағандай клубта жүретіндер болсыңдар. Неге сол кезде ойланбадың осы нәрселерді? Келеді да бала саған эфирге өзгеріп кете салады да. Клубта жақсы көңіл көтеріп жүрген қыздармен. Бұл отношениені ойлаған жоқ бұл ол кезде. Қазір мына жерге келіп алып өзінше бір аянышты болып көрінгенге отыр ма? Нұржан, ақша жоқ деп айтқанда мына жерде жертваның ролында сен отырасың ғой, мен емес, пожалуйста, осыны жауап болсын. Жоқ, енді қазір не үшін отырсың сен? Қазір не үшін жылап отырсың сен? Осында демалыс күндері ойланып жыламайсың ба клубқа барғанша? Білесің осындай нәрсе болып жатқанын? Барды, захотела танцевать, сходила, чуть-чуть так. Осы жерде де сондай настроение отыр онда, екі жүзді болмай. Жүзді емес, мен саған оқшоп. Балсахан, мына жерде айта кетсем болады ма? Мына жерде жаңа анонсында барлығымыз көріп отырмық қой, Перизатты. Тас жүрек Перизат деп ше, тас жүрек емес, негізі аш жүрек Перизат деп айтсақ болады. Енді шын ғой, кешеден Нонев таңғалып жатыр да, мен бірінші рет сатқандық көріп тұрмын деп, бір рет көріп тұрған жоқсың, сен уже екінші рет көріп тұрсың ғой. Алдын сендер таныста жүрген кезде, Қырғызстанға кетіп жатқан кезде саған айтпай, Абылаймен жолыққан кім? Перизат, дұрыс па? Енді бұл жерде Перизаттың өзінің сондай ауруға әдет қалмайды деген қазақта не бар ғой, мақал бар. Сол бойынша енді мына жерде невинный овечканың рөлін ойнап отыр да, негізі біздің Перизат қой терісін жамылған шие бөрі деп айтсам болады да, негізі. Шынымен ғой мына жерде жігіттерге көзін өзі сүзіп алады, өзі үміт беріп алады барлығына, сөйтеді да мына жерде барлығы осыған ғашық сияқты рөл ойнап отырады да. Енді до такой степени жігіттің вниманиясына тоймайтын қыз да бұл. Алдында да мен саған айттым, Нони, сен мені жек көрген кезде мен саған айттым, сен ойыншыққа тастап кетеді, тоқтамай жатсың ба деп айтқаным бар еді. Сол кезде сен серьез қабылдамадың. Енді бұрынғының мазасын кейінгі берсін, жазасын деген бар да қазақта мақал. Ғалымжан енді сенің Перизаттың жазасын Ғалымжан береді деп ойлаймын. До такой степени бұның жігітке тоймағандықтан кеше Ғалымжанның қасында клубтан бір-ақ шықты ғой. Так что сені ойлап мына жерде өтірік жертваның рөліне кіріп отқанына сенбей ақ қой дегім келеді. Ғалымжан, иә, Шолпан. Көрдім соны. Иә, Стористен көрдім. Иә, Шолпан, мен сен үшін қу түлкі бола берейінші, пусть ошондай болсын. Саған ешкім вниманиядан қылбайды, хотя бы мен артымдан сен сөйлеп қалшы. Мен клубта Ғалымжан менен жүрген жоқмын. Сен аны бил, потом сөйле. Билбестен эле сөйлей бербе. Ғалымжан, Өзіңнен башка сөз шықпайды, мені жамандағанда Енді сен сондай болғаннан мен кінәлі емеспін ғой, сенің жақсылығың қай жақсылығыңды айтамын. Сен сондай болғаннан кейін сол барын айтып жатырмын. Менің вниманияммен сенің жұмысың болмасын. Өзіңа тек қана Әбден соған жетіп тұрған болса қуаныштымын. Кішкене жігіттер, қыздар, тыңдасаңыздар. Алло. Ғалымжан, Негізі Жамбыл айтып отыр ғой, ойбай клубқа деген сияқты. Қыздар негізі ол жерде балдармен барған жоқ біріншіден. Өздері аккуратно барып қайтты, өздерімен өздері билеп қайтты. Енді бұлар жас қыздар, енді бару керек шығар может. Онда тұрған бір қылмыстық бір артық движение көрген жоқпын енді. Біз бірге болған жоқпыз, өйткені сторис салды, соның сторисін сандуға салып кетті, астына жазып кетті деген сияқты ғой. Бірақ Перизат қайтып кеткеннен кейін бұлар басқа жаққа барды, мен бардым, бұлар өздері жүргеннен кейін қасында может жігіт бала керек шығар. Бірақ мен сырттан бақылап жүрдім да. Как телохранитель деп жазып қойыпты, енді шынымен де сондай болдым, өйткені бөтен адамдар былай артық мазаламасын деген сияқты ғой. Балшахан, мен ойлаймын да, бұл жерде тек қана Гаухар ханым барбаса керек клубқа, потому что сила возраста. А Шолпан Теми фейс-контроль же не позволяет, аны киргизбейт по-любому. ой қыздар, қойыңыздаршы. Перизат, сен енді сенің уровенің сол ғой енді. Сен сондай жерлерде шовка болғаннан кейін жүресің. Мен жүретін жерлерім басқа жер, сен оған уровенің жетпейді просто. До меня тебе от земли до земли. Ой, от земли до неба, не забывай. Перизат, Шолпан және басқа да қыздар, барлықтарыңызға ескерту. Перизат жұбы енді жоқ. Яғни бұл таныстықта жүрген жандар, әрине жұптыққа үмітіміз болған өздеріңізден, бірақ таныстық тоқтап жатыр. Бәлкім дұрыс шешім осы шығар өздеріңіз үшін. Перизат, басылыңыз, түсініп тұрмын. Бұдан кейін де негізі сіз үшін күресемін деп отырған жігіт бар мына жақта. Ғалымжан бар. Ғалымжанға не айтасыз? Оны да білгіміз келіп тұр, бірақ өзіңізге сәл келіп алыңыз. Қатты жылап қалдыңыз ғой. Сен не дедің, мен жоқ түсінбедім. Мынандай сөз бар арасында, ауыз біреу, құлақ екеу дейді. Ол деген сөз. Моля не айтсын. Жаңа айтты ғой Ерлан айтқан сөз ше. Мен десем маған айтып қалдым. Ауыз қуысында деген тағы басқа да мүшелер. Сен ерің бар, ерің бар. Тіс бар. Мен өзім несінемін ғой, нежный. Грубая болмайды, тіс бар. Грубая бола алмаймын. Почему? Не болды? Бүгін бұның майысып жатқан себеп Нұрланға үміт келгені ғой. Жандәулет, негізі мен айтсам короче, давай екі шеттен бір адам ортасынан қылып. Таза ауа жұтайық деп шықтық екеуміз. 9 жылдықтың датасы өтіп кеткенімен тойлауымыз өткен жоқ. Сен деп емес, мен деп емес. Біз деп айтқан күнімізге 9 жыл болыпты. Әкем прав 90 жыл құтты болсын деп айтатын күнге жетейік бұйыртса, иә? Асынып келе жатырмыз ғой. Ас болсын. Екі қолымды ұстап алған ғой. Жонышканы табиғат аясында сырласуға алып шықтым. Қолдарыңыз бос болса біздің киноға келіңіздер, болған оқиға. Қандай керемет. Мына видті қараңыздар. Европейский, Европада жүрген сияқты қаласың, короче, мына жаққа билет алып кіреді екенсің, как музей сияқты адамдар кіріп жатқандар өте көп. Ернар, қалыңыз қалай? Жақсы, саламатсыздар ма? Демалыс қалай өтті? Иә, демалыс жақсы өтті. Нұржан, сіз бір тойға шығып, андай ақшам бар болды, мен күштімін деп жатсыз ба? Деп қойыңыздар. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Абылайхан біздің қатшылардың арасында жігіттерге ұнауға тырысатын қыздар бар ма? Саида, қалайсыз? Саламатсыз, бәрі жақсы, сіз қалайсыз? Демалысыңыз қалай өтті? Жақсы, кішкене ауруханада өтті.
Қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Бүгін прям кішкентай қыздар сияқты болып тұрсыз ғой. Қалайсыздар? Жақсы, сіз қалайсыз? Жақсы. Өтіп ғой. Қалыңыз қалай? Саламатсыз, жақсы. Демалысыңыз қалай өтті? Нормально. Нұрсұлтан қалайсыз? Жақсы, өздеріңіз қалайсыз? Айбір сіз өте қатты жақсы сияқтысыз. айтайық. Қалайсыз? Жақсы, қалайсыздар? Нұржан, сіз үшін хатшы қыздардың ішінде жігіттерге ұнауға тырысатын қыздар бар ма? Бар. Шерхан, қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, бір соңғы эфирден кейін Күшті болып жүр ме? Сондай, өзім ешкім. бәрімізді жылатқан бір дүние болды енді. Ғалымжан, қалайсыз? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Ғалымжан, сіздің көзіңізге түскен бір қыздар бар ма? Жігіттерге ұнау үшін ба? Иә. Лаура, қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Сізді жігіттерге ұнауға қатты тырысады дейді. Жоқ, мен өзім білмеймін. Табиғатынан сондай болғаннан кейін, әдемі болып жүрге тырысқаннан кейін барлық жігіттер, қыздар солай ойлайтын шығар. Қалайсыз? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Гауһар ханым, бүгін әдемі болып тұрсыз. Тимур, қалайсыз? Жақсы, күшті, өздеріңіз қалай? Жақсы, демалысыңыз қалай өтті? Демалыс күшті өтті, демалыс. Let me look all down.